Bir сиырдың бір күндік және бір жылдық шығыны қанша? Қазір есептеп беремін. Негізі сүтті сиырды ұстау нарықта арзан емес. Егер де сіз кәсіпті тура кітаптағыдай ғылымға негіздеп жүргізгіңіз келсе, ғылым дегенде негізі есі дұрыс фермерлер тура осылай жұмыс істейді. Орташа есеппен сүтті бақыттағы бір сиырды бағып күтуге күніне 2000-2500 теңге кетеді. Ал етті бақыттағы сиырға 1500 теңге. Я қымбат, я жоғары. Бірақ нарықтағы заманауи фермалар малдың рационына осынша қаржы салады. Ол сиырларды әрине даладан жайылып келетін сіздің сиырларыңызбен салыстыруға болмайды. Жаңа жоғарыда айтқан көрсеткіш кармаден деп аталады. Яғни сиырдың бір күндік азық шығыны. Енді бұл бағаға не кіреді? Сена, сила, синаж, концентрат, премикс дейді, тұз бор, тағысын тағы. Бұл достар дұрыс түсініңіздер. Рационы толық қамтылған сапалы азықтар. Айтпақшы, ескеріңіз, мен бұның ішіне жарық, су, жұмысшылардың жалақысы, амортизация деген нәрселерді мүлде қосқан жоқ. Бұл тек азық шығыны. Ал енді жылдық есеп. Талқыламаңыз, дайындалып отырмыз. Сүтті сиыр 2000-2500 теңге деп алсақ, оны 365 күнге көбейтсек, 730 бен 912 мыңның арасында шығады. Етті бақтағы сиыр 1500 теңге десек, бір күні 365 күн 547 мың теңге. Қысқасы, бір сиырдың толық құны жылына 550 мен 900 мыңның ортасына дейін барады. Мал бағамын десең, нақты есеп жасауды баста. Бәрін есепте. Сол кезде кәсібің алға жылжиды. Айтпақшы, мына видеоны әрі қара ұстайтын танысыңызға жіберіп, бір дауласып алсаңыздаршы. Сөйлеген Қараторғай Далакент берекелі мал шаруашылығының бастауы. Лайк қоямыз, комментарий жазамыз.